өзенді тұрайық, үлкен шеңбер құрайық. Жақсы сөздерді қонақтарға сыйлайық. Табиғат біздің анамыз, табиғатқа баламыз. Игі сәлем береміз, біз әдепті баламыз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Көктем мезгілі неше ай бар? 3 ай. Көктем мезгілінің айларын атап бере қойыңдаршы. Наурыз, сәуір, мамыр. Көктем мезгілінің ерекшеліктерін атай қойыңдаршы кән. Ағаш отырғызылады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Жапырақтан шығады. Дұрыс айтасың, Рахманәлі. Балалар, бізге қонаққа Жомарт ата келе жатқан сияқты. Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыздар. Балалар, сендер қандай әдемісіңдер өздерің? Балақайлар, мен сендермен ойнауға өзімнің түрлі түсті асықтарымды, сиқырлы асықтарымды алып келдім. Осы асықтарымды ойнай алмай жатырмын. Сиқырлы асықтарымның сиқырын ашып, маған ойын ойнауға көмектесесіңдер ме? Иә. Мінекейіңіз сізге асықтар. Жомарт ата, қош келдіңіз. Төрлетіңіз. Бізбен бірге сиқырлы асық ойынын ойнайық. Әне балақайлар, олай болса бәріміз бірге ойын ойнайық, иә? Иә. Балалар, сендер қазақтың ұлттық ойындарын білесіңдер ме? Иә. Атап бере қойыңдаршы. Аққа татыс, күрсіна зу, тергелу, аққа татқыш. Дұрыс айтатындар балалар. Барлықтарын қазақтың ұлттық ойындарын барлықтарын біледі екенсіңдер. Жарайсыңдар балалар. Балалар, Жомарт атаның сиқырлы асықтарын мен ойын ойнағыларың келеді ме? Иә. Олай болса балалар, біз сендермен түрлі түсті асықтардың тапсырмаларын орындайық. Олай болса маған ортаға Шахислам келе қойшы, мына текшені шерту арқылы осы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Қандай түсті балалар? Во, е? Жарайсыңдар балалар. Балалар, қандай түс түсті? Көк. Адия, қара, көк түсті асық түсті. Қандай сурет шықты? Әженің қоржыны. Балалар, қараңдар, көк түсті асықтың тапсырмасы әжемнің қоржыны екен. Тапсырманы орындайық. Балалар, біз әжемнің қоржынын 1-ден 5-ке дейін сәйкестендіріп, қазір қоятын боламыз. Адия, кән ала қошқан сен? Қанша? 2. Қанша құрт екен бұл, Адия? 2. Сол 2 құртты сәйкестендіріп қоя қош. Дұрыс, жарайсың. Келесі еркен ас келе қошқан. Әжемнің құрттарын сәйкестендіріп қояйық кән. 1. Балаларға көрсете қошқан. Қанша екен балар? Қанша құрт? 1 құрт кән. Сәйкестендіріп қоя қой. Дұрыс. Келе қош. Қанша? Балаларға көрсете қошқан. Балар, қанша құрт екен? Қанша құрт? Кән, 4 сәйкестендіріп қоя қошқан. Дұрыс па балар? Иә. Жарайсың Арсен. 3. Балаға көрсете қош. Қанша құрт балар? 3 құртпен. Енді сол сәйкестендіріп қоя қой. Жарайсың Мирас. Сардар келе қошқан. 5. Дұрыс. Енді Сардар, мына 1-ден 5-ке шейін sayақшы кән. 1, 2, 3, 4, 5. Жарайсың Сардар. Балалар, әжемнің құртын тері санап шығаршы кән. 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсыңдар балақайлар. Балалар, бізді бірінші тапсырмамыз көк түсті асықтың тапсырмасы қандай екен балар? Әжемнің қоржыны. Әжемнің қоржынын біз десек балар. Құртты сәйкестендіріп қойдық, иә балар? Арсен ала қойшы кән. Қандай тапсырма екен? Ақан татыс түсінасы. Жарайсың. Бұл қандай ойын балар? Ұлттық? Қазақтың ұлттық ойындары. Дұрыс, Арсен, дұрыс айтасың. Ал балалар, мынау күш сынасу ойынын мен де көріп, сендермен бірге мен де ойнайыншы. Ал менімен бірге кімдер ойнайды екен? Рахманәлі шыға ғой. Бұл ойынды қол сынасу ойыны деп аталады. Бұл ойында екі бала қолдарын ұстап тұрып, бір-біріне қарай қарта басу керек. Кімнің қолы құлап кетсе, сол бала
жеңіледі. Ал құлатқан бала жеңіске ие болады. Иә балақайлар? Олай болса қазір Рахманәлі мен Жантөрені көрейік, иә? Кім қайсы бірін жеңетінін. Ал бәріміз бірге санайықшы. 1, 2, 3. Болып туылмағанда нетемін, өкініштен өртенерем өтемін. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырымды әуелеттен кетемін. Мен қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағын. Ақ бізде кім күш сынасады екен, кәне ортаға шыға қойыңдаршы екі бала. Қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ, сүйеу болсын, тірің болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлің. Мирас жеңіске жетті, кәне шапалақ ұрайық. Қазақ болып тума. Екінші ойынымыз бар, арқан тартыс. Балалар, біз сендермен қазір арқан тартыс ойнаймыз. Мынау белбеуше, мынау сақа, сақаның түсі қандай? Қызыл сары. Екі бала екі шекер қарап тұрып, мына белбеушені белдеріңе тағам, екеуің екі жаққа белбеушені тартасыңдар да, кім сақаны бірінші алады, сол жеңімпаз болады. Ойынның шарты түсінікті ме балалар? Иә. Олай болса ойынымыз бастайық. Ал балалар, кәне бәріміз бірге санайықшы, кәне. Арқан тарту ойынында бізде Шейх Ислам жеңіске жетті. Кәне шапалақызды. 1, 2, 3, ойын басталды. Бұл ойынның жеңімпазы бізде Адия. Жарайсың. Балалар, асықтың үшінші тапсырмасын текшені шерте қойшы. Қандай түс бар? Қызыл түсті асықтың тапсырмасын орындайық. Аша қойшы кән. Не екен? Балалар, біз сендермен қазақтың ұлттық ойыны теңгелуін ойын ойнаймыз. Ал балалар, біздің енді келесі ойынымыз теңгелі ойыны. Бұл теңгелі ойыны біздің қазақтың ұлттық ойыны. Біз қазақтың ұлттық ойыны теңгелі ойынын өзіміздің қазіргі заманауи технологиямен жасайтын боламыз. Менің қолымда тұрған қоржында асықтар бар. Менің қолымдағы осы сары және қызыл асықты кезекпен келіп алып, сары асықты алғандар бірінші қатарға, қызыл асықты алғандар екінші қатарға бөлінетін боламыз. Екі командаға бөлінеміз. Біз атпен шауып келу арқылы біздің дорбаларымызды, мінеке, сары дорба және қызыл оюы бар дорба тұр екен. Осы дорбаларға дорбашаларды алу арқылы артындағы киімді қараймыз. Егер ұлттық нақыштағы киім болса, қызыл дорбаға салатын боламыз. Ал егер біздің дорбамыздың артындағы киім, қараңдар, заманауи киім екен, осы заманауи киімді біз сары дорбаға салатын боламыз. Қайсыңдар балақайлар? Олай болса ойынды бастаймыз ба? Иә. Кәне, менің қолымдағы қоржыннан келіп, біртіндеп асықты ала қойыңдар. Адия, келе қойдым. Қандай түсті асық? Сары. Сары, бірінші қатарға келіп. Шейх Ислам. Қандай түсті? Сары түсті асық алды. Тұрағы, Адияның қасына тұрағы. Адияның командасы. Қызыл. Кәне. Ойға дайынбыз ба? Кәнеке, 1, 2, 3. Рахманәлі, Рахманәлі. Жарайсыңдар. Кәнеке, көз, сезім. Адия. Қандай киім? Сезім? Шапка. Шапка сала ғой. Мен тақия алдым. Ұлттық киім. Біз ниеттен қандай киім алдық? Аяқ киім. Қандай киімдер жатады аяқ киім? Заманауи киімдер керек. Заманауи киімдерге жарайсың. Қандай киім алдың? Тақия. Тақия қандай киімге жатады? Ұлттық киімге. Мен ұлттық тазы ойнаймын. Қана. Ұлттық киімге сала ғой, жарайсың. Кетті. Рахманәлі. Қандай киім алдың?
Сәукеле. Сәукеле бізде қандай киімге жатады балалар? Ұлттық киім. Біздің ұлттық киім қызыл дорбашаға салыну керек. Біздің Рахманәлі шатасып кетті. Балалар, бізде жеңіске жеткен қызыл асықтар тобы. Жарайсыздар қыздар. Балалар, мен қазір текшені шерту арқылы соңғы асықтың тапсырмасын орындайтын болды. Мына қандай түс балалар? Қызғылт сары. Қызғылт сары түсті асықтың тапсырмасы балалар. Мына асықтың түсі қандай? Сары. Сары түсті асықта не бар балалар? Пішіндер. Осы пішіндерді геометриялық пішіндер арқылы сәйкестендіріп жабыстыратын боламыз. Екіншісі ұлттық құндылықтар. Балалар, ұлттық құндылықтардың суреті. Мен оған ақ түсті парақты алып, төрт бұрышына желімді жағып шығамын. Осы ұлттық құндылықтардың үстіне сәйкестендіру арқылы ақ парақты жабыстырамын. Шит майды аламын, балалар, қолыма қылқаламды аламын. Қылқаламды шит майға батырып, көлеңкесін үстін бастырып шығамын. Балалар, қараңдашы, ненің суреті шықты балалар, қараңдашы. Қобыз, киіз, асық, Сақина. Екінші топтың балалары, екінші тапсырмамыз балалар, сары түсті асықты пішіндер арқылы сәйкестендіріп жабыстырамыз. Мынау қандай түс балалар? Сары. Қандай геометриялық пішін? Тік төрт бұрыш. Дұрыс айтасыңдар. Қандай пішін балалар? Сопақша. Ал мынау? Шеңбер. Мынау? Қандай пішін? Төрт бұрыш. Мынау? Үш бұрыш. Балалар, сендер де алдарыңдағы үйлестірме материалмен жұмыс істейміз. Ұлттық құндылықтардың атын атап бере қойшы. Сақина. Қобыз. Бұны бір сөзбен не деп айтамыз? Ұлттық құндылықтар. Оған неше қолымызды шүберекке сүртеміз. Ал енді біздің Илария кәне алып жабыстыра қойшы. Қандай бұрыш алдың сен? Үш бұрыш, кәне жабыстыра қой желіммен. Балалар, қараңдаршы, бізде Рахманәлі бірінші тапсырманы орындап қойыпты. Барлық бұрыштарды өз орнына сәйкестендіріп қойған екен. Жарайсың, Рахманәлі. Балалар, мен сендерге қазір мақал мәтелдің басын айтам, сендер жалғастырып айтып отырмын. Ата баланың көп ойнаған жарайсыңдар балалар. Ал балақайлар, сендер өте ақылды балалар екенсіңдер. Біздің ұлттық құндылықтарды өте жақсы біледі екенсіңдер. Мен сендей балаларға қатты риза болдым балақайлар. Осымен мен сендермен қоштасайын. Қош, сау болыңдар балалар. Балалар, бүгінгі біздің оқу қызметіміз ұнады ма сендерге? Бізге қонаққа кім келді? Жомарт ата. Жомарт атаның қандай тапсырмаларын орындады балалар? Сиқырлы асық. Сиқырлы асықтар. Дұрыс айтасың, Шахислам. Қандай ойындар? Тапсырмалар? Теңге ілу. Әжемнің аузына. Көш сынасы.
арқан тартыс ойыны. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі оқу қызметіңізде барлықтарың жақсы қатысты. Рахмет сендерге балалар.